Сәлем достар, 8 сынып алгебра 490-ға арналған БЖБ. X-тің қандай мәнінде өрнегі теріс мәндер қабылдайды. Ол үшін квадрат теңдеу құрып алуымыз керек. X квадрат плюс 2x минус 24 деп аламыз. Теріс болса, онда 0-ден кіші деп аламыз. Дискриминантын тауып алайық. 2-нің квадраты 4-ке тең, минус 4 көбейтілген a-ның орнына 1, с-ның орнына минус 24-ті қоямыз. 4-ті жазып аламыз. Минус 24-ке минус 4-ті көбейтсек плюс 96 шығады. Сандарды қосамыз, 100 шығады. 100-ді түбірден шығарып алайық бірден. Тең 10-ға. Енді бірінші түбірді табайық. Плюс 2 минус 2 болып түседі. Минус 10-ды аламыз. 2 көбейтілген a-ның орнына 1-ді қоямыз. Минус 12 болады алымы, бөлімі 2 болады. Минус 12-ні 2 бөлсек, минус 6 шығады. Екінші түбірді табамыз. Дәл осының қосуын аламыз. Қосылған 10. 2 көбейтілген 1 болады. 10-нан 2-ні алсақ 8, 12-ге бөлсек 4 шығады. Енді бізде ең оңай жолы интервалға салу әдісі. Минус 6 мен 4-тің ортасында 0 бар. Соны апарып қоямыз. 0, 0, минус 24 қалады. Минус 24 0-ден кіші қанағаттандырып тұр. Сонда жауабы минус 6 мен 4 аралығындағы сан аралығы. Екінші есеп бізде тік төртбұрышының ұзындығы енінен 4 см-ге артық. Демек, a тең x-ға, ал v тең x плюс 4-ке болады. Егер тік төртбұрыштың ауданы 96 квадрат сантиметрден артық болса, оның өлшемдері қандай болуы мүмкін? Аудандарын тапқанда a мен v-ны көбейтеміз. 96-дан артық болса, онда 96 кіші болады. Үлестіріп жіберейік. X квадрат плюс 4x. 96-ны сол жаққа алып келсек, минус 96-ға аламыз. Квадрат теңдеуі алып, дискриминантын тауып алайық. 4-тің квадраты 16, минус 4, көбейтілген 1, көбейтілген минус 96. 16-ны жазып аламыз. 2 минус плюс береді. 96-ны 4-ке көбейтсек, 384 шығады. 2 санды қосқанда 400 шығады. 400-ді 1-ден түбірден шығарып алсақ, белгілі 4-ден 20 саны шығады. Ары қарай x1, x2-ні шығарамыз. Плюс 4-міз қарама-қарсы таңбасымен түседі. Минус 20, 2 көбейтілген 1. 2 теріс сан қосылады. 24-ті 2-ке бөлсек, минус 12 шығады. x2-ні тапқанда бізде минус 4 қосылған 20 шығады алымында. Бөлімінде 2 көбейтілген 1. 20-дан 4-ті алып, оны 2-ге бөлсек, 8 саны шығады. Енді интервал әдісін пайдаланамыз. Минус 12, екінші түбіріміз 8. Минус 12 мен 8-дің ортасында 0 бар. 0-ді апарып қойсақ бізде 0 шығады. Сондықтан минус 96 0-ден үлкен болмайды. Демек, қанағаттандырмайды. Екі жағы плюс болады. Білесіңдер, квадрат теңдеуіміз үлкен болса, онда біз бірігуін аламыз. Бізде өлшем бірлік минус болу мүмкін емес, сондықтан жауабы 8-ден плюс 6-ке дейін деп алуға болады. Ары қарай үшінші есеп бізде теңсіздікті шешу керек. Бөлімдегі жақшаларды 0-ге теңестіріп, x1, x2-ні тауып алайық түбірлерін. 2x тең 4. X тең 4-ті 2-ге бөлсек, бірінші түбіріміз 2-ге тең. X плюс 2 тең 0 деп аламыз. X тең сонда минус 2-ге тең. Апарып енді интервал әдісімен тауып алайық. Минус 2 боялады, плюс 2 боялады.
Енді 0-ді алсақ бізде 4 қалады, плюс 0-ді қойсақ 2 қалады, плюс сонда плюс 0-ден кіші бола алмайды. Сонда бізде минус шексіздіктен минус 2-ге дейін, 2-ден плюс шексіздікке дейін. Жақшалары сандардың тік болады. Төртінші есепте бізде теңсіздіктер жүйесін шешуіміз керек. Бірінші теңсіздікті жеке шығарып алайық. Бізде квадрат теңдеу келмейді. Теңдеу сияқты шығарып аламыз. X-тарды сол жаққа, сандарды оң жаққа жинаймыз. X минус X болып келеді. Теңсіздік сақталады. Минус 5 оң жаққа плюс 5 болып барады. Алсақ 3X, 1-ге 5-ті қоссақ 6. X үлкен не тең, бізде 2-ге. Бізде екінші квадрат теңдеу дискриминантын табуға болады. С-ның орнына минус 6-ны қоямыз. Сонда 2-сан қосылады. 1 қосу 24 тең 25-ке. X1-ді тауып алайық. 1 азайтылған турасында 25, 2 көбейтілген 1. 25-тен төрден 5 шығады. 1-ден 5 алсақ минус 4. Оны 2-ге бөлсек минус 2 шығады. X2-ні тауып аламыз. Дәл осының қосуын ала салуға болады. 1 қосылған 5 бөлінген 2. 6-ны 2-ге бөлсек бізде жауабы 3 шығады. 3 түбір пайда болды. Интервал әдісімен салуға болады. Минус 2. Одан кейін 2 шығады бізде. 3. Бізде 2-ден үлкен, сондықтан плюс шексізге кетеді. Бізде енді 2 интервал қалды. Бізде екінші интервалды көрейік. 4 тауып, 4-ті қойсақ біріншісіне 4 жері 4 16-дан 5 аламыз, 11. 5 шығады. Бірінші теңдеуіміз қанағаттандырып тұр екен теңсіздігіміз. Екіншісіне қойсақ 16-дан аламыз 4-ті, 12, 6. 6 0-ден кіші емес, сондықтан қанағаттандырмайды. Минус, сонда 2 мен 3-тің аралығы бізде қанағаттандырып тұр. 2 бізде кірмейді, сондықтан 2 мен 3-тің аралығындағы сан аралығы жатады. Достар, видео ұнаса лайк бас, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Каналға тіркеліп, достарыңызға таратыңыздар. Келесі кездескенше.